қазақ жерінде ежелгі дәуірден бастап сақ, ғұн, үйсін, қаңлы сияқты мемлекеттер орта ғасырларда түркі, батыс түркі, түркеш, қарлұқ, қыпшақ тағы басқа моңғол шапқыншылығынан кейінгі кезеңдерде ақ орда, моғолстан, ноғай ордасы сияқты мемлекеттер болды. Соларға тоқталып кететін болсақ, сақтар біздің заманымызға дейінгі 7-3 ғасырларда өмір сүрді. Қазақстан Орта Азия, Еуразия даласында орналасты. Біздің заманымызға дейінгі 6 ғасырда сақтар ахеменидтермен соғыс жүргізді. Біздің заманымызға дейінгі 4 ғасырда Александр Македонскиймен шайқасты. Сақ мәдениеті жоғарғы деңгейде дамып, алтын адам табылды. Кейінгі ғұн, түркі тайпалары сақтардың тікелей мұрагері болып саналды. Ғұндар біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырға, біздің заманымыздың 5 ғасырына шейін өмір сүрді. Орталық Азия, Моңғолия, Қазақстан, кейін Еуропа аумағында өмір сүрді. Біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырда Қытаймен соғысып, Ұлы Қытай қорғаны салынуына себеп болды. Біздің заманымыздың 4 ғасырында ғұндар батысқа қоныс аударып, халықтардың ұлы қоныс аударуын бастады. Аттила, қазақша Еділ, Рим империясына қауіп төндірді. Ғұндардан кейін түркі мемлекеттері қалыптасты. Үйсіндер біздің заманымызға дейінгі 2 ғасыр, біздің заманымыздың 5 ғасырларында өмір сүрді. Жетісу, Тянь-Шань аумағында мекендеді. Қытаймен дипломатиялық қарым-қатынас орнатты. Ғұндармен одақтасты немесе соғысты. Мемлекеттің негізгі кәсібі мал шаруашылығы болды. Үйсіндер кейінгі түркі тайпаларының құрамына кірді. Қаңлылар біздің заманымызға дейінгі 3 ғасыр, біздің заманымыздың 5 ғасырларында өмір сүрді. Сырдария өзен бойында орналасты. 600 мың халқы және 120 мың әскері болған. Ұлы жібек жолында маңызды мемлекет болды. Қытай мен ғұндармен қарым-қатынас орнатты. Қаңлылардың ұрпақтары кейін қазақ руларының құрамына енді. Түрік қағанаты 552 жылы 603 жылдары өмір сүрді. Алтайдан Каспийге дейінгі аймақта билік жүргізді. 552 жылы Бумын қаған түрік қағанатын құрды. Іштемей қаған батысқа жорық жасап, жібек жолын бақылауға алды. 603 жылы қанағат екіге бөлінді. Шығыс және батыс түрік қағанаттары. Кейінгі түркі мемлекеттері түрік қағанатының мұрагері болды. Шығыс түрік қағанаты 682-744 жылдары өмір сүрді. Алтай, Моңғолия, Жетісу жерінде орналасты. Елтеріс Құтлық қайта қағанатты жандандырды. Білге қаған мен күлтеген реформалар жүргізді. 744 жылы ұйғырлар қанағатты құлатты. Батыс түркі қағанаты 603-704 жылдары өмір сүрді. Жетісу оңтүстік Қазақстан аймағында билік етті. Тон қаған күшейіп, сауда жолдарын бақылауға алды. Қытаймен ұзақ соғыстар жүргізді. 704 жылы түркештер билікті басып алды. Түркеш қағанаты 756 жылдары өмір сүрді. Жетісу өңірінде билік құрды. Сұлу қаған арабтарға қарсы күресті. 756 жылы қарлықтар түркештерді жеңіп билікті алды. Қарлық қағанаты 756-940 жылдары өмір сүрді. Жетісу мен Алтайда орналасты. Ұйғырлармен соғыс жүргізді. Ислам дінін қабылдай бастады. 940 жылы Қарахан мемлекеті құрылып, Қарлық қағанатын құлатты. Оғыз мемлекеті 9-11 ғасырларда өмір сүрді. Сырдария мен Арал маңында билік жүргізді. 965 жылы Киев Русымен одақтасып, хазарларды талқандайды. 11 ғасырда қыпшақтар оғыздарды ығыстырып, мемлекетті әлсіретеді. Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдары өмір сүрді. Жетісу, Қашқар, Мауреннахр аумағында орналасты. 960 жылы исламды мемлекеттік дін ретінде қабылдап, 1212 жылы Хорезм-Шах мемлекеті
мемлекетті қарахандарды құлатты. Қыпшақ хандығы 11-13 ғасырларда өмір сүрді. Қазақстан даласында Қара теңіз маңында билік етті. 11 ғасырда қыпшақтар оғыздарды ығыстырып билікке келді. 1236 жылы моңғол шапқыншылығы қыпшақтарды әлсіретті. Ақ Орда 13 ғасырдың соңы мен 15 ғасырдың ортасында өмір сүрді. Шығыс Дешті Қыпшақ аумағында құрылды. Орыс хан мен Барақ хан Алтын Ордада толық тәуелсіздікке ұмтылды. 1465 жылы қазақ хандығы Ақ Орданың мұрасын жалғастырды. Моғолстан 14-16 ғасырларда өмір сүрді. Жетісу мен Тянь-Шань аймағында билік жүргізді. Қазақ хандығының құрылуына ықпал етті. 16 ғасырда қазақ хандығы Моғолстан жерлерін өзіне қосты. Ноғай ордасы 15 ғасыр 16 ғасырларда өмір сүрді. Еділ мен Жайық бойында орналасты. Қазақ хандығымен тығыз байланыста болды. 16 ғасырда ноғайлар қазақ хандығына сіңісіп кетті. Ежелгі сақтардан бастау алған бұл мемлекеттер түркі халқының өркениетін дамуына ықпал етті. Олардың көпшілігі ислам дінін қабылдап, түркі мәдениетін қалыптастырады. Ал қазақ хандығының құрылуы жаңа мемлекеттік жүйенің басталуы болды. Қазақ халқы қалыптасуына бет бұрған кезеңде халықтың тұрақты өмірі мен тіршілігін, атамекенінің тұтастығын, дамуға деген талпынысын қамтамасыз ете алатын жалғыз фактор мемлекеттің тұтастығының болуы еді. Мұндай қоғамдық сұранысты дер кезінде түсінген Керей мен Жәнібек болды. Қазақ хандығы шаруашылықтың дамуы, өндіргіш күштердің өсуі, феодалдық қатынастардың қалыптасуы нәтижесінде ерте заманнан бері ұлан байтақ Орта Азияны мекендеген көшпенді тайпалардың бірыңғай этникалық топ құрған қазақ халқының бірігуі арқылы 15 ғасырдың орта шенінде құрылды. 1457 жылы Әбілқайыр хан Үстемір Тайшы бастаған ойраттардан Түркістан өңіріне жеңіліп қалды. Ауыр шарт жасасып, ойраттар Шу арқылы өз жерлеріне кетті. Ал Әбілқайыр өз ұлысында қатал тәртіп шараларын орнатты. Бұл халықтың оған деген өшпенділігін күшейтті. Оған қарсы күресті Жәнібек пен Керей басқарды. Қазақ хандығының құрылуы 1457 жылдан кейін Керей мен Жәнібек сұлтандардың Әбілқайыр хан үстемдігіне қарсы күрескен қазақ тайпаларын бастап, Шығыс Дешті Қыпшақтан батыс Жетісу жеріндегі Шу мен Талас өңіріне қоныс аударды. Ол кезде Жетісуды билеген Моғолстан ханы Есенбұға қоныс аударған қазақтарды Әбілқайырға қарсы пайдалану үшін оларды құшақ жая қарсы алып қоныс береді. Алғашында қазақ хандығы территориясы Жетісу жерінің батысы Шу өзені мен Талас өзенінің алабы еді. Ежелден осы алапта мекендеген тайпалар Дешті Қыпшақтан қоныс аударған қазақ тайпаларымен жақсы араласып кетті. Әбілқайыр хандығына аласапыран соғыс салдарынан күйзелген қазақ тайпалары бұл араға келіп ес жинап тұрмыстарын түзей бастады. Олардың қоныс аударуы Шыңғыс әулетінен шыққан Керей хан мен Жәнібек ханның жаңа қалыптасып келе жатқан қазақ халқының дербес мемлекетін құру, оның тәуелсіз саяси және экономикалық дамуын қамтамасыз ету жолында қызметтері ықпал етті. Жетісу қазақ рулары мен тайпаларының орталығына айналды. Халық саны 200 мыңға жетті. Жәнібек қазақ халқының негізін қалаған Барақ ханның ұлы, ал Керей оның ағасы Болат ханның баласы. Қазақтың алғашқы ханы Керей болды. 1458 жылдан 1470 жылға шейін хан тағында отырды. Одан кейін Жәнібек хан сайланды. 1473-1480 жылдар арасында
билікте болды. Қазақ хандығы алғаш құрылған кезде экономикалық жағынан әлсіз болды. Көптеген қазақ тайпалары Әбілқайыр хандығы, Моғолстан, Ноғай ордасы және Батыс Сібір хандығы билігінде болды. Батыс Жетісуға көшіп келген 200 мыңға жуық көшпелілер кең жайылымдар қажет болды. Көшпелілер үшін Сырдария бойындағы қалалар мен сауда маңызды еді. Бұл байланыстардың дамуына отырықшы халық та мүдделі болды. Қазақ ханының алдында 3 негізгі міндеттер тұрды. Дешті Қыпшақ даласындағы жайылымдарды қайтару, екінші Сырдария бойындағы Сығанақ, Созақ, Отырар, Түркістан секілді қалаларды өз құрамына қосу, және үшінші қазақ тайпаларын біріктіріп этникалық территорияларды қалыптастыру. 15 ғасырдың 70 жылдары қазақтар Сырдария мен Қаратау аймағының бір бөлігін басып алды. Қазақ хандығының жері кеңейді, бірақ бұл аймақта билік үшін күрес жалғасты. 1470 жылы Керей хан Түркістанға жорық жасап, Сауран түбінде Мұхаммед Шайбаниды жеңді. Нәтижесінде Созақ пен Сауран қалаларын қазақ хандығына қосты. Жәнібек ханнан кейін бұрындық хан 1480-1511 жылдарға арасында билік етті. Оның тұсында Сырдария бойындағы қалалар үшін шайқастар тоқтамады. Алғашқы қазақ хандары қарсыластарын жеңіп, өз иеліктерін кеңейтті. Қазақ хандығының аумағы Еділ мен Жайықтан бастап Сырдария мен Әмудария аралығын және де Орасан жерін қамтыды. Мемлекет басқару жүйесі дала демократиясына негізделген монархия болды. Хандар билік жүргізіп, оларды төре әулетінен шыққан сұлтандар арасынан таңдап сайлады.